Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін 28 ақпан Вьетнамдағы Қытай теңізінде кәдімгідей толқын болып тұр. Қараңыздар, күшті керемет. Су деген жып-жылы. Барлықтарыңызға сәттілік серік болсын. Осындай жерге қалаған уақыттарыңызда қыс демей жаз демей келіп демалуды Аллам нәсіп етсін. Қараңдар. Толқын әдемі болып тұр тура. Жаңа толқын мен ар жағына дейін барып келдім. Бірақ толқын былай екен. 1 метрге сыртқа шығарады да 2 метрге алып кетеді екен. Сондықтан толқын кезінде жүзе алмайтын адамдарға ары қарай қатты алысқа бару апасына. Қазір 26-27 градус. Амандықта, саулықта елімізде жүздесуді Аллам нәсіп етсін. Біз командаменен 35 адам шамаменен 35 адам демалып жатырмыз. Бүгін 4-5 әлі күйе қойған жоқ. Өзім загармен туылдым ғой деп онша загар алмай жүрмін. Әйтпесе Алматыға барған кезде ошы қап-қара кете қалады. Негізі армандайтын осындай теңіздің жағалауында мынандай майда армандар орындалады екен. Суық жерден ыстық жаққа демалуға кетіп қалатын болса, сондай арманымда болған. Қазір қараңыз, толқынды көрсетейін. Керемет, е? Демалуға не жетсін? Негізі мен көріп тарихымен танысып дәурегі бар ма екен? Міне. Дәурек. Бұған дәуі бар ма екен? Қараңыздар. Шөп. Мынандай түрі тауып алдым. Шөп қалың. Негізі таңертең ерте жүрген көзі үлкен ракушкаларды да көруге болады. Түнмен алып тастайды. Міне тағы да ракушка. Не қыласың деші? Не қыласың деші? Мына бір өзгеше екен. Қазір көрсетейін, суға жуып. Мына жағы
мына жақ адамдар көп келмейді десең, мына жақ тереңдеу екен. Қараңыздар. Несі өзгеше суреті. Терең екен. Негізі бұл жаққа көп адамдар келмейді, нағып келмейді десең, терең екен ғой. Ана жер бір кішкене алып шықты. Ой, қайтадан алып кетті. Мені қызықтырып жатыр ғой. Бірақ алқа кетпейді. Бір күшті ракушканы алып шығып, толқын. Екінші толқын алып кетіп қалды. Тұзда бірінші екінші күні тізелеріміз ауырды тұзды суға. Мына өте тұзды. Көзіміз ашыды. Үйреніп қалды ғой. Ракушканы бірақ сынып. Давай маған бір үлкен ракушка шығарып бер, е? Давай, толқын. Маған үлкен ракушка шығарып бер. Қазір мен сіздерді ваннаны түсіп көрсетемін.